Сәлем достар, сіздер Тілеуімбет және Шынардың арнасындасыздар. Бүгінгі видеода дәл осы 3D әдемі құрағының ең оңай құралу жолын көрсетемін. Ол үшін бізге 4 түсті мата керек болады. Мастер-классымызды бастамас бұрын лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Түс үйлесімділігіне қарай, ішіндегі ең жіңішке көрінетін сызығын осы көк түсті таңдап алдым. Ал сіздер қолдарыңыздағы матаның ең қанық түсін осы жіңішке түсіне таңдасаңыздар болады. Дәл осыдан 3 жолақ керек болады. Менің қиып жатқан матамның жалпақтығы ені 1,5 метр. Осыдан 3 жолақ керек болады. Қалған матамыздың 3 түсін бірдей жалпақтықта әрқайсынан 2-2 жолақтан қиып дайындаймыз. Менің қолымдағы сызғыш метрдің жалпақтығы ені 5 сантиметр, сондықтан өлшемей тура осы сызғышты қойып сызып аламын. Алғашқы көк түсімізді 3 сантиметрлік енімен 3 жолақ қиып алдық. Енді қалған 3 мата қызыл, сары, жасыл түстерді енін 5 сантиметр болатын 2-2 жолақтан қиып алатын боламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Кеттік ендеше. Барлық жолақтарымызды дайындап алсақ, енді бірін-бірімен қайталанбайтындай 3 жолақты жинаймыз. Қызыл, көк, жасыл, сары, көк, қызыл және сары, көк, қызыл болады. Мінекей достар, байқасаңыздар, осы тұрған тұрысы өзара бірін-бірімен қайталанбайтын жолақ түстері. Дәл осы уақытта бірін-біріне қосып шығамыз. Түстерді бір-біріне қосып алсақ, әдемілеп тігістерін қақ жарып, үтіктеп дайындап аламыз. Енді дәл осы жолақтарымыздың енін өлшеп шығамыз. Жолақтардың ені 11 сантиметрден. Енді газет аламыз, осылай 4 бұрышке бүктеп, артық жерін қиып тастап, тік 4 бұрыш жасаймыз. Мінекей видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей дәл осы 4 бұрышты бұлай ортасынан бүктеп, және осылай бүктейміз. Ортасын белгілеп, 2 ұшын осылай тең 3 бұрышқа бүктейміз. 3-ке. Енді қараңыздар, осы жерде мұқият болыңыздар. Дәл осы қағазды мына біздің жолағымыздың үстіне қойып, мінекей төменгі қыры немен бірдей болу керек. Және екінші мына ұшына дейін қазір белгілеп аламыз. Неше болады екен. Мінекей осы ұшын өлшейміз. Мына жерге дейін. Тура солай екінші табанымен өлшеп, 3 бұрыш, тең 3 бұрышты осылай оңайда жасап алуға болады. Мінекей мынаны өлшейміз. 13. Тура астыңғы жағы да 13 сантиметр етіп алып, осы 2 нүктені қосқанда да 13 сантиметр шығу керек. Енді осы дайындап алған 3 бұрышымызды көп жұмыс жасайтын болғандықтан қатайтып, клеймен жағып ортасына және қатты қағазға клейлеп алсаңыздар да болады. Мінекей, клей карандашпен де осылай әдемлеп 1-2 қабат клей жағып, қатайтып, оны қатты қағазға жабыстырып қатайтып алсаңыз да болады. Өте ыңғайлы болады жұмыс жасағанға. Және достар, қазақ тілді контентті қолдау ретінде арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жаңа туындыларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Қажетті құралымызды дайындап алған болсақ, алдында дайындап қойған 3 жолағымыздың үстіне қойып, осылай ең алдымен барлығын бірдей етіп сызып аламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын.
Барлық жолақтарымызды қиып дайындап алған болсақ, жинау әдістерін көрсетейін. Мынау менде бірінші әдіс өте әдемі көрінеді, осындай қанық түсті маталардан. Және екінші әдіс, мінекей, бұл да бір өзінше әдемілікті беріп тұр. Келесі үшінші әдісті сіздермен бірге жинап көрсетейін. Кеттік онда. Видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей осындай үшінші әдісті бірге құрап шығатын боламыз қазір. Мінекей осылайнан алып жолақ-жолақпен қазір үшбұрыштарды өзара қосып шығамын. Кейін дайын болған жолақтарды өзара қосатын боламын. Видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей дәл осылай үшбұрыштарды өзара қосып жолақ дайындап алып, тігістерін қақ жарып, әдемілеп бір үтіктеп аламыз. Кейін осылай тұрған жолақтарды беттестіріп, тігістерін келтіре отырып, өзара қосып шығамыз. Мінекей. Сіздердің алтын уақыттарыңызды үнемдеу үшін үтіктеген жерлерді көп көрсетпедім. Сондықтан арасында тігістерін қақ жарып үтіктеп отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді осы дайын болған өнімнің екі жақ шетін тегістеу үшін, мінекей төменгі жағындағы үшбұрышты қиып алып, жоғарғы жағына апарып қосып тігіп шығамыз. Мінекей, ол үшін екі жақ басындағы үшбұрышқа дәлдеп отырып, тегістеп, сызып қиямыз. Дәл осы қалдықсыз құралатын 3D құрақ түрімен, үш әдісімен де балалардың көрпешесін, төсек жапқышты барлығын құрауға өте ыңғайлы құрақ түрі. Және әдемі келісесіздер ме? Келіссеңіздер, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарий бөлімінде жаза өтіңіздер. Өзіңізге қажетті өлшемдегі төсек жапқыш немесе көрпешені тігу үшін қанша мата кететінін есептеуге керекті шпаргалканы описание бөлімінде жазып қалдырамын. Мінекей төмендегі қиып алған үшбұрыштарды жоғары апарып жалғайтын боламыз. Жалпы достар, 3D құрағын құрау ол аса дәлділікті қажет етеді. Сондықтан өзара осы детальдерді біріктіріп қосқан кезде мұқият болыңыздар. Мінекей барлығы дайын болды. Енді қараңыздар, әдемілеп бір үтіктеп алдық. Ішкі жағы осылай. Және мінекей, мынау бізде бір жастықтың көлемі. Ұзындығы 60 сантиметр. Ені бізде 50 сантиметр болды. Мінекей, дәл осы жастық көлеміндегі құраққа кеткен мата мөлшерін описанияда жазып өтемін. Және достар, описания бөлімінде басқа да қалдықсыз құралатын 3D құрақтарын ссылкасын қалдырамын. Менімен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.